Бизнес керемет ойын, тұрақты бәсекелестік және ең аз ережелер. Армағайын, біз бүгін кәсіп және жетістік құпияларымен бөлісетін боламыз. Студия қонағы, белгілі кәсіпкер, Қазақ Интернешнл Холдинг президенті Мәулен Марат Айдарханұлы. Марат аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Ендеше бірден сауалға көшсем, негізі жеке кәсіпкер болуға не түрткі болды? Жеке кәсіпкер болу негізі ойымда болды, дегенмен бір компанияда жұмыс істеп жүрген болатын. Рамстор супермаркеттер желісінде директор орынбасары болдым, одан кейін директор. Сол уақытта жұмыс істеп жүрген кезде мені басқа бір американдық компанияға жұмысқа шақырды. Сол жерге жұмысқа орналасып, 1,5 жыл, 2 жыл жұмыс істеп, Атырау, Ақтау, Орал, сол жақтарда тауармен мұнай және газ саласында жұмыс істейтін компанияларды тауармен қамтамасыз етіп жүрдік компаниямыз. Бір күні ол кісілер компанияны жабамыз, шетелге қайтадан ораламыз деген кезде, ана клиенттеріміз бізге қайтадан звондап, бізге осындай тауар керек, осындай заттар керек деп сұранды. Мен айттым, бізде қазір жұмыс жабылды, мен жұмыстан шығып бара жатырмын. Енді басқа компанияға хабарласыңыздар десем, жоқ, біз сенімен үйреніп қалдық, 2 жылда, сонымен сенімен жұмыс істейміз деп. Одан кейін маған олар айтты, осындай тауарлар керек, тізім барлығын берді. Мен айттым, бұл жерден бәрін білемін, бірақ менде компания жоқ, ешқандай мүмкіншілігім жоқ деген кезде, ол кісілер айтты, онда сіз компания ашыңыз, біз сіздің компанияңызбен жұмыс істейміз, сізге ақша жіберейік, тауар берейік деп. Содан кейін мен ойламаған жерден компания ашуға тура келді. Бір күнде компания ашып, сол дайындықтарымыз бәрін жасап, компанияны ашып, олар бізге ақшасын жіберіп, біз оларға тауарын жіберіп, 1,5 жыл, 2 жылдай жұмыс істедік олармен. Содан кейін осы 2004 жылы кірісіп кеттік. Енді негізі осы жеке кәсіпкер болу, немесе осы компанияны ашу кезінде кімнен ақыл кеңес сұрадыңыз? Негізі шындығын айтқанда, ол жерде біз ақыл кеңес беретін, мынандай бағдар беретін кісілер болмады. Ол 2004 жылдары елімізде сауданың, компаниялардың енді ғана бастап жатқан кездері, жалпы коммунистік режимден жай капиталистік режимге өтіп жатқан кез, мысалы компаниялардың ашылып, одан кейін бизнестің түрлері пайда болып жатқан кезде үйрете қоятын да адам болмады. Біз өзіміз уралап кіріп жұмыс істеп, бір жерде ұтылып, бір жерде ұтып, бір жерде алданып, бір жерде басымыз соғылып, әйтеуір сол жерде шығып жатқан жағдайымыз бар. Кейіннен кейін әрине өмірде көргені бар, білгені бар, ізденгені бар, мысалға сол кісілер арнайы көмектер жасады. Мен бұрынғы бастығым болатын, сол кісіден ақыл сұрайтын өзім. Енді аға, Қазақ Интернешнл Холдинг, бұл ат барлығына мәлім. Осы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Қазақ Интернешнл Холдинг негізі 2015 жыл 8 қаңтарда Алматы қаласында Медеу ауданында дүниеге келді. Осы жерде қазір тіркеліп, салық комитеттерінде тіркеліп жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Қазір жағдайда бүкіл Қазақстан бойынша облыс орталықтарында офистерімізді ашып, алла бұйырса 2019 жылдары, 2020 жылдары бүкіл дүние жүзіне шығып, Қазақстанның туын желбіретіп, бизнес саласында бір үлкен жетістіктерге жетсек па деген ізгі ниетпен, арман мақсатпен шығып отқан жағдайымыз бар. 2020 жылы алла нәсіп болса, 100 мемлекетте өз офистерімізді ашсақ деп сондай жоба шығып отқан жағдай. Табыс тілеймін. Енді негізі біз осы барлық мәліметтерді зерттеп қараған болатынбыз. Сіздердің холдингтарыңыз 4 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Соның ішінде қазір зергерлік. Неге қазақ зергерлікті дамытуды қолға алдыңыз? Өте жақсы. Қазақ зергерлік, біз бұны мен студент кезінде өзім университетті шетелде бітірдім. Бірінші егемендігімізді алғаннан кейін бірінші студенттерді шетелге жіберген кезде біз Түркияға барып, 92 жыл мен 98 жыл арасында Түркияда білім алдым. Сол кезде компаниямыздың негізі мен ойымша сол Түркияда студенттік кезінде қалыптасты десем болады. Біздің ойымызда, астанамызда 1992-93 жылдары, 94 жылдары студент болып Түркияда көптеген
мынау зергерлік бұйымдарды, күміс, алтын салаларында мен дүкендерін аралап қарайтынмын. Бұндай керемет ассортименттер, керемет мынандай тауарлар неге біздің Қазақстанда жоқ, немесе жоқтың қасы деп ізденетінмін. Біздің Қазақстанда болса ғой деп армандайтынмын. Осындай дүкендер ашылса, осындай керемет модельдер, дизайндар болса, жаңа технологиялар келсе деп армандайтынмын. Сол енді осы холдингті ашқан кезде біз бір жақсы тауар халыққа, одан кейін бүкіл дүние жүзіне шығатын бір бренд ретінде алып шығатын бір жоба керек болды, тауар керек болды. Сол кезде студенттік арман жетелеп осы зергерлік бұйымға кірдік. Біз зергерлік қана емес, зергердің қасында зергер және сувенир бұйымдары, қазақ күміс, қазақ алтын, қазақ сувенир деген жобалармен біз ортаға шықтық. Қазақ күміс жобасы бұл күміс бұйымдар шығаратын, күміс бұйымдарды өндіретін өзіміздің өндірістік компаниямыз бар. Ол жерде өзіміздің күміс бұйымдарымызды шығарып, дәстүрлі интернет арқылы және эмалам жолдарымен біз халыққа жеткізіп отқан жағдайымыз бар. Ол жерде енді алтын бұйымдарына келетін болсақ, қазақ алтын деген жобамыз бұл тек қана тапсырыспен, каталогпен, мынау көтерме саудамен келіп бізден тапсырыс береді. Сол тапсырысты біз орындаймыз. Мына сувенир жағына келетін болса, біз енді Қазақстанда туризм саласын дамытқымыз келеді. Сол туризмнің деген сөз, бұл қасында сувенир жүру керек. Сувенир, туризм бұл екеуі егіз дүние. Жалпы сіздің зергерлік осы әшекей сувенирлеріңізге сұраныс бар негізі. Біздің байқап отырғанымыз осы, сіз Қазақстанда, яғни еліміздегі ақсап бара жатқан бизнесті қолыңызға алыпсыз. Осы туризм бағыты да бар. Компанияңыз туризм бағытында нақты қандай жұмыстар жасап жатыр? Туризм саласында біз Қазақстан, Аллаға шүкір, біздің табиғатымыз бай, халқы бай, жердің асты да, жердің үсті де бай. Қазақстанда минералды сулар, минералды балшықтар, бұлардың бәрі өте керемет дамыған. Мысалға, санаторияларды алатын болсақ, қазіргі жағдайда бір Сарыағаштың өзінде, жақында бұл маркетинг ізденісте барып қайттық, бір Сарыағаштың өзінде 33 санаторий бар екен. Бүкіл Қазақстан бойынша 200-ге жуық санаториялар бар. Үлкенді кішілі, кейбір жерлерде аз жаңадан ашылып жатқандар кішкентай санаториялар болса да 200-ге жуық санаториялар бар екен. Бұл санаториялардың барлығын басын қосу, бұл санаторияларда жарнама жағын жасау, Қазақстан ішінде және шетелге таныту арқылы. Себебі біздің Қазақстанда туризм өте баяу, кенже қалып жатқан жағдай. Себебі басқа елге барып демалып келген арзан деп, сондай стереотип пайда болған, халықтың мысалға түсінігінде солай қалыптасты. Біз сол стереотипті алып тастағымыз келеді. Шын мәнінде Қазақстанда туризм даму керек, дамуға әбден мүмкіншілігі бар. Себебі біріншіден Қазақстанда 4 мезгіл бар. Көктем, жаз, күз, қыс. Мысалға Дубай, болмаса Таиланд, Египет мемлекеттеріне туристер барып жатады. Ол жерде бір-ақ мезгіл. Бізде 4 мезгіл. Оған қоса, мысалы Қазақстанда, Аллаға шүкір, тау бар, тас бар, көл бар, шөл бар, орман бар, табиғаттың барлық құбылыстары бізде бар. Мысалға, сол Дубайды алатын болсақ, ол жерде су бар, теңіз, бір шөл бар, басқа ештеңе жоқ. Оның барлығы негізі Қазақстанда бар. Сонымен қатар Қазақстанда рухани, киелі жерлер, тарихи жерлер де көп. Егер біз осы тарихи жерлерді, киелі жерлердің барлығын жақсылап тұрып, халыққа жарнамаласақ, шетелден келетін туристер жарнамалайтын болсақ, бұл жерде үлкен жұмыстар бар. Бұл туризм саласында, егер біз кіріс бастайтын болсақ, тек қана біз емес, басқа да компаниялар бұны қолға алатын болса, бұл жерде өте көп жұмыстар шығады. Орта және шағын бизнеске қосымша бірнеше жұмыс орындар ашылады. Қаншама адамдарға жұмыс беріледі. Бұның бәрін ескере отырып, Қазақстанда осы ішкі туризмге кірісіп, шетелден туризм саласында жаңа технологиялар, жаңа сервистер, жаңа инновациялық
бағыттарды Қазақстанға алып келгіміз келеді. Жаңа өзіңіз айтып өткенде бұларға жарнама жасалу керек, пиар жасалу керек дедіңіз, халық көбірек олар тану керек, дұрыс қой. Сіздерде тағы да медиа бағыты бар. Медиа бағыты халыққа не ұсына алады? Қазақ медиа компаниясында біз 3 компаниядан тұрады, 3 жобадан тұрады. Бірінші жобамыз Қазақ портал, екінші жоба Қазақ базар, үшіншісі Қазақ арна. Қазақ портал бұл бүкіл дүние жүзіндегі қазақтарды біріктіретін бір жоба ретінде негізі басталды. Негізгі идея солай болатын. Бүкіл дүние жүзіндегі, мысалы Түркияда, Қытайдағы, Моңғолия, Америка, Европадағы қазақтарымыз, бауырларымыз, олар өз аккаунттарын біздің порталда ашып, өздері туралы ақпарат, телефоны, контактылары, мысалға мекенжайлары, мысалға емайл, сайттар болса, өздерінің суреттері, видеолар барлығын қойып, одан кейін өздерінің тауарларын сату мәселелерін ортаға қоятын бір жоба болса деп ойластырдық. Дүние жүзінде неше түрлі әлеуметтік желілер бар. Сол желілерді біз үлге ала отырып, біз оларды өз әлеуметтік желімізді жасап, орта және шағын бизнесті дамыту мақсатында Қазақ порталымызды аштық. Қазіргі заманда 1 секундтық немесе 1 минуттық видео бұл мыңдаған суретті ауыстырады, орнын басады. Сол бағытты ойластыра келіп, не істесек болады деп, біз өз телеарнамызды ашамыз деп шешім қабылдадық. Телеарна ашқан кезде бұл телеарнаны бүкіл дүние жүзіне шығару, біздің классикалық телеарналарға қарағанда өте баяу кететінін сездік. Сол үшін біз телеарнаны ашып, бұны интернетке кіргізу арқылы. Интернетте кіргізу арқылы адамдар сотовый телефондарына, қалта телефондарына кіріп, кино көре алады, концерт көре алады. Шын мәнінде біздің мақсатымыз дүние жүзіндегі қазақтар, дүние жүзіндегі туристер, біздің Қазақстан туралы жақсы хабарлар, жақсы бағдарламалар, жақсы кинолар, жақсы концерттер көрсе деген ойымыз болды. Аллаға шүкір, қазір соны іске асырып отырған жағдайымыз бар. Осы апрель айының 25-інде тұсаукесерін жасаймыз. Үшінші жобамыз бұл Қазақ базар, бұл бүкіл Қазақстандағы орта және шағын бизнесті, яғни тауар сататын компаниялар, мебель бар, жиһазы бар, киімі, жер, одан кейін үй, машина сияқты тауарларды сатып алу және сату мақсатында құрылған жоба Қазақ базар. Біз қазіргі жағдайда Қазақстан ғана деп ойлаған едік. Бұл Аллаға шүкір шетелде де сұраныс болып жатыр. Мынау Моңғолияда іскер азаматтар бар, қазақ бауырларымыз, ол кісілер де айтып жатыр, бізде тауарларымызды қоямыз, бізде кәсіпкерлер осы порталға, арнаға, базарға өз жарнамаларымыз қойып, өзіміз туралы мағлұматтар жібереміз деп. Біздің телеарнаның негізгі мақсаты, Қазақ арнаның, шетелдегі азаматтарымыз өздері туралы да ақпараттарды бізге жіберіп, біз олы халыққа жариялай аламыз. Сондай. Сіздердің 4-ші бағыттарыңыз Қазақ академия. Иә, Қазақ академия, ол Қазақ академияны құрғандағы мақсатымызды айта кетейін. Біз интернет саласын іздестіріп қарастырған кезде 2013-2014 жылдары осы жобаға біз жоба ашқанбыз деген кезде біз интернет сауатсыздық, яғни сауаттылығымыздың жетпегендігі, яғни бізде ешкім оқытпады бүгінге дейін. Сол саланы бәрі қарадық та, біз адамдарға интернет сауаттылықты жеткізу мақсатында біз өзіміздің академиямызды құрамыз дедік. Компаниямыз негізі мынау тұтынушылар мен кәсіпкерлердің екеуінің ортасын жалғайтын көпір, алтын көпір. Негізі кәсіпкерлерге тұтынушылар керек, тұтынушыларға кәсіпкерлер керек. Бұл екеуінің ортасын біріктіретін алтын көпір ретінде біз өзіміздің холдингті елестеттік. Енді кәсіпкерлерге де, тұтынушыларға да біз осы бизнесті, жаңа дәуірдегі бизнесті, жүйелі бизнесті, осының бәрін халыққа үйреткіміз келді. Сол мақсатта біз
Қазақ Академия деп өзіміздің жобамызды аштық. Қазақ Академияның мақсаты, Қазақ Академия жұмыспен қамтамасыз ету. Жұмыспен қамту орталықтары бар. Мысалы, сол кісілермен біз жұмыс істейміз. Ол кісілер бізге адамдарды жіберіп, оларға біз 2 айлық, 3 айлық курстардан өткізіп, солдан кейін біз оларға сертификаттан беріп жұмысқа орналастырамыз. Жұмысқа орналастырамыз. Жаңа мамандықтар алады. Ескі мамандығы қазіргі заманға сай болмауы мүмкін. Немесе сай болған жағдайдың өзінде жұмыс табу қиыншылық туындауы мүмкін. Сол кездерде біз айтамыз, мүмкін сіз мамандығыңызды ауыстырасыз. Қазіргі сұраныста тұрған компаниялар бар, кәсіпкерлер бар. Солар айтады, бізге мынандай мамандар керек, жұмысшылар керек. Сол кезде біз айтамыз, мынандай мамандық алатын болсаңыз, сізге мынандай жерлерде жұмыс істеуге болады деп айтамыз. Содан кейін 2 айлық, 3 айлық курстардан өтіп, одан кейін ол кісілерді жұмысқа орналастырамыз. Қазақ Академияның негізгі 3 бағытта жұмыс істейді. Біріншісі Қазақ Professional, бағанағы жұмыспен қамту орталықтарымен жұмыс істеу. Екіншісі бұл орта және шағын бизнестерге, МСВ форум деп аталады. Ол жердегі мақсатымыз орта және шағын бизнеске кәсіпкерлікті үйрету. Қалай кәсіп жасау керек, қалай дамыту керек, қалай нарықта қалу керек. Соның бәрін оқытып үйретеміз. Тек қана кәсіпкерлерге емес, кәсіпкерлердің жұмысшыларына үйретеміз. Одан кейін 3-ші бағытымыз MLM форум. Яғни бүкіл дүние жүзінде ең қатты дамып келе жатқан саланың бірі. Халықта бұны жүйелі бизнес, желілі бизнес немесе CTO бизнес, MLM бизнес деп айтып жатады. Бұл бүкіл дүние жүзінде өте жақсы дамып келе жатыр. Қазақстанда да жасалып жатыр, бірақ өкінішке орай өте көп қиыншылықтар бар. Адамдар ол жерде де сауатсыздықтың арқасында көріп, кіріп, ұтылып қалып жатқан жағдайлар бар. Біз сол Қазақстанда нағыз MLM бизнесті жасағымыз келеді. Қазақстанда сауатты бизнес жасағымыз келеді. Сол мақсатта біз MLM форум дегенді құрдық. Барлығын алған кезде бізде холдингте 4 бағыт бар. Қазақ Зергер, бұл зергерлік және сувенирлік компания. Екіншісі Қазақ Медиа. Қазақ Медиа бұл интернет және IT технология и диджитал технология саласында жұмыс істейтін компания. Үшіншісі бұл Қазақ Туризм. Ішкі туризмді дамыту мақсатында құрылған компания. Төртіншісі Қазақ Академия. Біз, мысалға, Қазақ Академияны неге құрып отырмыз? Мына жобалардың барлығында біздің адамдар жұмыс істейді. Мысалға, бізде 2 түрлі мамандар бар. Біріншісі компанияда тұрақты жұмыс істейтін, айлыққа жұмыс істейтін мамандар бар, адамдар. Екіншісі бұл штаттан тыс компаниямыздың келісімшарт жасау арқылы компанияда жұмыс істейді. Яғни бізге клиенттер, немесе кәсіпкерлер, немесе серіктестер алып келу арқылы олар ақша табады. Солардың барлығын оқыту, үйрету, бизнесті қалай бастау керек, қалай жасау керек, ертеңін оны қалай дамыту керек. Сол салалардың бәрін оқыту, үйрету үшін Қазақ Академия құрып жатырмыз. MLM бизнес, жүйелік бизнес. Осы жайлы толыққан түсіндіріп өтсеңіз. Бізде негізі бизнестің бірнеше түрі бар. Бірақ халықтың көбісі оны біле бермейді. Дүние жүзінде негізі 4 түрлі бизнес бар. Бұл дәстүрлі бизнес, яғни классикалық кафе, ресторандар, авто жуу, көлік жуу, басқа да жерлердің барлығы бұл бір жерден арзанға тауар сатып алу, сату, немесе бір қызмет беру, немесе бір затты өндіру, бұл кәсіпкерлікте классикалық, яғни дәстүрлі бизнес деп аталады. Екіншісі интернет бизнес. Бұл интернет бизнес дегеніміз интернет саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлер. Бұл мысалға сайттар болуы мүмкін, порталдар болуы мүмкін, немесе интернет дүкендер болуы мүмкін. Осы әлеуметтік желілер арқылы сауда жасау мүмкін, қысқасы бұны интернет бизнес деп аталады. Үшіншісі бұл инвест бизнес, яғни инвестиция саласында жұмыс істеу. Төртінші саласы бұл дүниеде қатты дамып келе жатқан бизнестердің бірі, бұл MLM бизнес. Халықтың арасында желілі бизнес деп аталады. Дүние жүзінде бизнестің
ең қатты дамып келе жатқан екі түрі бар. Бұл дүниедегі ең бай адамдардың бірі Билл Гейтс былай деді: дүниеде қазір жағдайда 3 бизнесмен бар дейді, 3 кәсіпкер бар дейді. Біріншісі интернеттегі бизнесмен, екіншісі сеттегі, яғни желісі бар, желілі бизнесмен деді, кәсіпкер. Үшіншісі мынада да жоқ, мынада да жоқ. Егер ол үшіншісі екеуінің біреуіне өтпесе, келешекте жоқ болып кетуі мүмкін деді. Соны ескере отырып, біз бизнесімізді дүние жүзіне нақ қадаммен шығу үшін біз екі жүйені де бірдей таңдадық. Яғни интернет бизнесті және желілі бизнесті, MLM бизнесті таңдадық. Неге біз интернет бизнесті таңдадық? Apple, Google, Microsoft, Alibaba, YouTube, Telegram сияқты компаниялар қысқа уақыттың ішінде миллиардтаған жағдайға жетті, табысқа жетті. Мысалға, Telegram компаниясын алатын болсақ, бұл телефондағы кішкентай ғана кнопка. Сол кнопкамен 4 миллиард доллардан астам ақша табыс тапты. Apple компаниясын алатын болсақ, бұл 800 миллиардтан астам табыс тапты. Бұл жақында уже 1 триллион доллар болады деген сөз. Alibaba компаниясын алатын болсақ, ол да 200 миллиардтан астам табыс тапты. Біз осыларды үлгі ала отырып, біз өз бизнесімізді интернетке көшірдік. Интернет бүкіл дүние жүзіне тез шығатын бірден бір жол. Себебі интернетте география жоқ. Интернетте уақыт айырмашылығы жоқ. Түнгі сағат 3-те де, 4-те де, немесе таңертең, түсте, кешке, қай уақытта болса да интернет бар жерде сіздің бизнесіңіз бар. Бұл бизнесті қасында қосымша халықта арасында тез жайылып жүрген MLM бизнесті де қоса алып жүруді шешім қабылдадық. MLM бизнес бүкіл дүние жүзінде ең қатты дамып келе жатқан компаниялардың бірі Amway, Oriflame, Mary Kay, Tupperware, Herbalife сияқты компанияларды біз үлгі алдық. Мысалға, Oriflame'де 10 миллионнан астам жұмыс істейтін адамдар бар. 10 миллион адамға жұмыс беріп жатыр деген сөз. Ол жерде миллиардтаған тауар айналымы бар. Егер Oriflame'ді алатын болсақ, 10 миллион адам бір сабыннан алатын болса, 10 миллион сабын өндірді деген сөз, 10 миллион сабын сатты деген сөз. Егер сатушылары бір тіс пастасын сатам десе, 10 миллионнан астам тіс пастасы сатылды деген сөз. Бұл өте үлкен тауар айналымы. Бұл осының барлығын көре отырып, біз айттық, интернетке де кіреміз, MLM-ға да кіреміз. Екеуін бірге алып жүру арқылы бүкіл дүние жүзіне, алла бұйыртса, 2018 жылы нарыққа шығамыз деп шешім қабылдадық. 2018 жылы біз 10 мемлекетте ашыламыз дедік. Қазақстаннан бөлек. Бұл Ресей, Украина, Беларусь, одан кейін Грузия, Армения, Азербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркия. Осы 10 мемлекетте өз офистерімізді ашып, сол жерлерде штаттан тыс агенттерімізді, менеджерлерімізді жұмысқа алу арқылы Қазақстандағы бағана біздің ойлауған тауарларымыз бен қызметтерімізді бүкіл дүние жүзіне ұсыну. Яғни шет елден осы жаққа елімізге туристер алып келу, сол жақтан клиенттер, кәсіпкерлер алып келу мақсатында жасап жатырмыз. Сонымен қатар, алла бұйыртса, 2019 жылы, 20 жылдары Қазақстанда үлкен жобалар ашып, туризм саласында, медиа саласында, IT-технология саласында үлкен жобалар ашып, шет елден үлкен инвесторлар тарту жобасы да бар, мақсатымыз да бар. Енді осы жобалардың барлығын дамыту керек. Біз сол үшін керекті жобаларды ашып жатырмыз. Соның 4 жоба, бұл халыққа ашық жоба, дүние жүзіне ашылған жоба. Соны халыққа тез жеткізу, дүниеге тез жеткізу мақсатында біз Қазақ студия, яғни өзіміздің фото,
видео және роликтер жасайтын, қысқа метражды кинолар жасайтын өзіміздің компаниямызды, студиямызды ашып отырмыз. Ол жердегі мақсатымыз халыққа өз тауарымызды әдемілеп өзіміз жеткізу, жарнамасын өзіміз жасау мақсатында қойылды. Сонымен қатар Қазақ консалтинг жобасы құрылып жатыр. Бұл біздің кәсіпкерлеріміз, бізбен жұмыс істейтін серіктестерімізге қосымша қызметтер беру. Яғни оларға бағанағы айтқандай қаржылық, одан кейін құқықтық және интернет саласында көмек беру. Одан кейін үшінші жоба, мына 4 жобаны дамыту мақсатында құрылған. Бұл Q Partners, яғни Қазақ Partners Club деп аталады. Бұл MLM бизнесі арқылы жасайтын бизнес. Сол арқылы бүкіл дүние жүзінде біз өзіміздің тауарларымызды және қызметтерімізді сатамыз. Негізгі мақсат бұл осы 4 жүйені дәстүрлі бизнес, интернет бизнес, MLM бизнес, сонымен қатар инвест бизнесті төртеуін қосып, біз бір жүйеге келтіріп, жүйелі бизнес жасадық. Қазақстанда бұны жасап отырған алғашқы компаниямыз, алғашқы холдингіміз деп мақтанышпен айта аламыз. Қазақ International холдингін осы 2-3 жыл аясында әлемдік нарықтан көре аламыз. Алла берсе. Негізі біздің жоспар, әр компанияның өзінің стратегиялы жоспар болу керек. Мына Sony компаниясын алатын болсақ, 150 жылға бағытталған өздерінің жоспарлары бар екен. Біздің де стратегиялы жоспарымыз 7 жылға жазылған. Нақты түрде бірінші жылы 2018 жылы Алла бұйыртса 10 мемлекет дедік. 2019-да 50 мемлекетке, 2020-да 100 мемлекетте офистеріміз болып, қазақтың жалауы жел бересе деген арманымыз бар. Бизнесі құлдырау бар, өсу бар. Жалпы осы сіздің холдингіңізден өтті ма? Өте орынды сұрақ. Бұл көкейде жүрген сұрақ. Бұны маған күнделікті адамдардың сұрайтынында осы. Мен өзім түсінігімде бір холдинг немесе бір компания өсіп өркендеу үшін ол көтеріліп немесе түсіп те көру керек. Біз бұл ой, бұл мақсат, арманымыз 7-8 жыл сол уақыттың жемісі. Бүгінге дейін біз осы арманмен мақсат арқасында біз қуалап келе жатырмыз осы бизнесте. Бүгінге дейін біз көтерілдік те түстік те. Бір күні көтеріліп үлкен дәрежеге жетістікке жеткен жағдайымыз бар. Бір күні түскен жағдайымыз бар. Оны барлығын көрдік. Сол кезде кімнің кім екені белгілі болды. Ол серіктес, нағыз сіздің серіктесіңіз ба? Ол адам сізді шын мәнінде қолдайды ма? Ол шын мәнінде сізге дос па? Бұлардың барлығын сол кезде, көтерілген кезде немесе түскен кезде көреді екенсіз. Біз бұның қасында көре алмаушылықта, шын мәнінде беріліп сізді идеяңызды, сіздің арманыңызды, сіздің мақсатыңызды қолдайтын адамдарды көрдік. Бұны көре алмай, бұны терісін жасап, сіздің артыңыздан жамандап жүргендерді көрдік. Қаншама бизнес өсіп өркендеген кезде достарым көп болады. Қиналған кезде көбісі сізді тастап кетіп қалып жатады. Оны да көрдік. Негізі Қазақстанда мынау бәсекелестік, конкурент деп жатады, бәсекелестік өте жабайы түрде жасалып жатыр. Себебі сауатты түрде бәсекелестік болса, адал бәсекелестік болатын болса, бұған барлығы дұрыс қарайтын. Менің өзімнің ойым, бұны да үйрету керек халыққа. Бұл бәсекелестікті дұрыс пайдалана білген дұрыс. Бұл бизнес этикасына жатады. Кейбір жағдайларда өзінің тауарын, немесе өзінің қызметін сізді қаралап жатқан жағдайларда болады. Өз тауарын сату үшін сіздің компанияңызды, сіздің ойыңызды, арманыңызды, мақсатыңызды барлығын таптап, сондай кездерде, қатыгез кездерде болады. Бір адам сырттан
ешқандай фактысыз, ешқандай жауапкершіліксіз сырттан Қазақ холдинг осындай, болмаса Марат Мәулен осындай деген сияқты сөздер айта салу халыққа оңай. А егер ол кісі келіп, Марат, сен осындайсың, немесе қазақтың компаниясы осындай, немесе сен осындайсың деп бетіңе айтатын болса, ол кезде мәселе тез шешіледі. А кейбір азаматтарымыз, немесе азаматшаларымыз бұл нәрсені дұрыс пайдаланбайды. Өзінің қара басының мүддесі үшін бүкіл холдингті, немесе бүкіл компанияны жарайды. Марат туралы айтса болады, Қазақ холдинг туралы айтса болады. Қазақтардың компаниясы болмайды, өспейді деген сөздер бізге өте ауыр тиеді. Біздің негізгі мақсатымыз олардың сөздеріне біз дәлел ретінде емес, біздің аңсаған арманымызды, қойған мақсатымызды осы үлкен холдингті бүкіл дүние жүзіне таныту мақсатында біз алдыға шықтық. Біз бәсекелестерімізден шын мәнінде қорықпаймыз. Себебі бізде жақсы тауарымыз бар, жақсы қызметтеріміз бар, жақсы мүмкіндіктеріміз бар. Яғни біздің холдингте жұмыс істеп, үлкен табыстар табуға мүмкіншіліктер беріп отырмыз. Q Partners, яғни Қазақ Partners Club арқылы біз өз серіктестерімізге өте көп табыстар береміз. Біздің мақсатымыз бүкіл дүние жүзіне қазақ халқын таныту. Ал енді соңғы сұрағым болсын, жалпы өзіңізді 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? 10 жылдан кейін өзімді үлкен саналы, сапалы, профессионал кәсіпкер ретінде көргім келеді. Сондай боламын деп өзіме сенемін. Қазақ халқын бүкіл дүние жүзіне танытқан бір кәсіпкер ретінде танылғым келеді. Қазақстанда бірнеше салада, туризм саласында, академия саласында, медиа саласында, зергерлік және сувенирлік салаларында өз еңбегін сіңірген бір кәсіпкер ретінде, бір азамат ретінде өзімді көргім келеді. Негізі менің екі арманым бар. Біріншісі бизнес тренер болу. Екіншісі бұл меценат, яғни қайырымдылықпен айналысу. Осы екі арманды жүзеге асыру үшін осы холдингті құрып жатқан жағдайымыз бар. Егер халыққа қызмет беріп, осы бизнесті көтеріп жатсақ, халыққа жақсы қызмет берген кезде жақсы табыс та табасыз. Сол табыс арқылы халыққа соны үйретіп, түсіндіріп, қайырымдылықпен айналыссам деген ойым бар. Мен өзімді солай көремін. Ендеше аға, арман мақсаттарыңызға жетіңіз деген тілек білдіреміз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, келесі кезекте сіздерге Марат ағаның бір күндік өмірін ұсынамыз. Құрметті достар, бүгін сіздермен бірге Қазақ Интернешнл холдингтің офисіндамыз. Саламатсыз. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Біз бүгін офиста бірінші күніміз Ақтөбеден келген қонақтарымызбен бірге басталайын деп отыр. Арнайы келген қонақтарымыз бар. Ол кісілерге холдингіміздің қызметтері мен тауарлары туралы толық мағлұмат беретін боламыз. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Мына жерде каталогты көрсетейін. Каталогымыз біздің жаңа тауарларымыз. Қазір күмістен жасап жатқан бұйымдарымыз. Мына біздің жобамыз, Қазақ зергер. Бұнандай алтыннан ала бұйырса бұйымдар шығарайын деп жатырмыз. Жақсы. Құдай қаласа көп бұйымдар көрсететін боламыз, халыққа жеткізетін боламыз. Ал
Күнсұлу ханым, бұл біздің серіктестеріміз үшін арналған офис. Мінекей біздің серіктестерімізді арналған офисқа келіп отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, қазір осы жерде сұрақтарыңызды ары қарай жалғастырсақ болады. Қазір тауарларымызды көрсетуге болады. Одан кейін сіздерді қазір сабақ өтетін жерді де көрсетеміз. Негізгі бағыты 4 компаниядан тұрады. Қазақ зергер, Қазақ академия, Қазақ туризм, Қазақ медиа. Ал құрметті достар, бүгін сіздермен бірге холдингтің серіктестеріне арналған офисінде болдық. Түске дейінгі уақытымыз осы жерде өтті. Түстен кейін презентация болады. Сол презентациядан кейін кешкі аста қонақтармен бірге компаниямыздың көшбасшылары және компаниямыз жұмысшылары кездесіп тамақ жейтін боламыз. Сол жерде көрісеміз. Құрметті достар, бүгінгі кездесуіміз, бүгінгі сіздермен болатын сұхбатымыз біздің Қазақ холдинг туралы, жалпы Қазақ холдингтің жобалары туралы, Қазақ холдингтің беретін сіздерге мүмкіншіліктері барлығы жайында сіздермен мағлұмат бөлісетін боламыз. Сіздерді барлықтарыңыз бүгінгі біздің қуанышты күнімізге, бірінші қалалық презентациямызға қош келдіңіздер деп сіздерге алғысымызды білдіреміз. Университетте қайтып келе жатсам, бір кісі маған айтады, Жапон дейді. Мен айтам, жоқ, Жапон емес. Кәріссің ба дейді, жоқ деймін. Қытайсың ба, жоқ. Таиландсың ба, жоқ. Қысқасы барлық ұлтты айтып шықты, тек қана қазақты айтқан жоқ. Одан кейін ол өзі ашуланып кетті. Онда кімсің дейді, мен айтам, қазақпын деймін. Мынау үлкен жолға шығып жатқан кезде компаниямыздың қойып отырған бір ниеті, жолымыз таза болсын, ақ болсын деп, Алла жолында құрбан шалып, қой алып, Құран оқытып, құрбан шалып, бір тамақ берейік деп, сонымен бастайық деген ойымыз бар. Бүгінгі беріліп жатқан мынау Құдай тамақ, құрбандық шалынуы қабыл болсын. Әр уақытта тек қана алда ақ жол болсын. Барлықтарыңыз үлкен жетістіктерге жетіп, осы Қазақ холдингтен үлкен кісілер болып, шал кемпір болып жүре беріңіздер. Менің атым Айгерім болады. Мен Талғар қаласының тұрғынымын. Қазақ холдинг интернешнл компаниясына менеджер болып келдім. Осы компанияның маркетинг планы өте ұнады. Марат Мәуленнің идеяларының бәрі жақсы. Компанияның перспективасы, болашағы зор. Осы Қазақстаннан шыққан осы компанияның жетістіктеріне әрқайсымыз үлес қосуды мақтан етеміз. Осы Қазақстанның экономикасына, осы қазақстандықтардың тұрмыс жағдайын жақсартуға егер осы компания өзінің үлесін қосса, біз бақыттымыз. Аспанымыз ашық, ел жұртымыз тыныш, бала-шағамыз аман болып, Құдай осы тілеген тілеулеріңіздің барлығы іс жүзіне асып, Құдай қолдасын. Беріп атқан мына Құдай тамақтарыңыз, дастархандарыңыз қабыл болсын.
әрбір отбасына тек қана жақсылық тіледім. Құдай осы Қазақстанның патшасы аман болсын. Осы артынан бесіп келе жатқан бала шағамыз мына кішкентай немереге дейін келіп отыр. Құдай жақсылық болсын. Сіздердің компанияларыңызға тек тілетінейтін алға мына көк ту желбіреп, әрқашанда осындай мына Марат мырза Мәуленнің арқасында осы істеп отырған мына дастарханыңызға мыңда бір рекет басымыз дейіп батамызды бердік. Аумин, жақсылық болып, Құдай алдынан жарылқасын сізді. Ал құрметті достар, бір күндік уақытымызда тамам болды. Сіздерге барлықтарыңызға біздер назар аударғандар үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Сіздерге жақсылықта, жақсы күндерде кездескенше сау болыңыздар деймін.